Азаматтар тұрғылықты тіркеуде тұрған емханасынан тегін ем ала алады. Бұл үшін өз мәртебесін білсе жеткілікті дейді мамандар. Өз мәртебесін қолдау 24 мобильді қосымшасы арқылы біле аласыз. Сондай-ақ 1414 нөміріне хабарласуға болады. Жүйесінің сақтандырылуы үшін ол азаматтың соңғы 12 айдағы төлемі толық болу керек. Бұл жаңа айтқандай міндетті әлеуметтік медицина сақтандыру туралы заңның көрсетіліп айтылған. Азаматтың мәртебесі сақтандырылып, тұрақты түрде сақтандырылып тұру үшін ол азаматтың жаңағы жарнасы үнемі төленіп тұру керек. Мысалы, кейбір себептермен азамат жарна төлемей қалуы мүмкін. Ондай жағдайда азаматтың соңғы 12 айдағы төлемі толық болса, ол жүйеде сақтандырылып тұрады. Мысалы айтайық, кейбір жаңағы азамат жұмыс жасап жүрген азамат бір себептен жұмыстан шығып кетуі мүмкін. Басқа өзіне өзі төлеп жүрген азаматтар болуы мүмкін. Ол да бір себептермен немесе ұмытып кетті, тағы жағдайда төлемей қалуы мүмкін. Міне сол аралықта 3 айдан асып кетсе, төлемдері тұрақты төлемге жатқан төлемнен кейін 3 айға жаңа төленбей қалатын болса, 4-ші айдан бастап бұл азаматтың мәртебесі сақтандырылмаған болып өзгереді. Медициналық сақтандыру пакетіне дәрігердің алғашқы қабылдауы, анализдер тапсырып, жедел жәрдемнің тегін көмегі кіреді. Және күндізгі емхана қызметі де қарастырылған. Қала тұрғындары сақтандыру қызметінің пайдасын көрмедік дейді, ал кейбірі тіпті бейхабар. Сақтандырым келмейді. Өйткені сенбеймін аларға. Сақтандыру жоқ. Қолданып көрген жоқпын. Бұрын жұмыс істеп жүргенде болған. Оны ешқандай білмеймін, одан мен ештеңе көрдім, бір пайдалы бір не көрдім деп айта алмаймын. Біздер енді пенсиядамыз қазір. Бірақ докторға қараламыз, шасынаға барамыз, білмеймін. Бар, бірақ қазіргі медицинадан сенетін нәрселер қалған жоқ қой ешқандай. Сонымен қатар азаматтың емханаға қандай да бір шағымы немесе өтініші болса, арнайы мобильді қосымшаға жаза алады. Мамандар міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесін қолайлы ету үшін бар күштерін салып жатыр. Лаура Кесметова, Роман Самиғоллаев, жаңалық қызметі.